Адам өмірін сәнді де салтанатты, мәнді де мағыналы ететін құндылық еңбек. Сондықтан кез келген кісіге абырой еңбекпен, маңдай термен келеді. Сондай абыройлы ардақты жанның бірі біздің әкеміз Әлжан Құрманғали. 1951 жылы 27 сәуірде Байғанин ауданының Ақтұмсық ауылында дүниеге келген төл перзент өмір жолында бақ пен дәулеттің, ырыс пен несібенің баянды болуы, адал еңбекке байланысты екен үнемі қаперде ұстап, ел үшін аянбай еңбек етуден еш қол үзген емес. Жастайынан зейінділігімен, жігерлілігімен, тиянақтылығымен көзге түсіп, 1968 жылы Жаңа жол мектебін, 1972 жылы Ақтөбе педагогикалық институтын бітірді. 1973-74 жылдары әскер қатарында болып, отан алдындағы борышын өтеді. Еңбек жолын Байғанин ауданы Көкбұлақ, Беспай орта мектептерінде мұғалім боп бастады. Ер азаматтардың педагогикалық салада еңбек етуі қайсар рухты ұрпақтың өсіп өнуіне зор ықпал ететіні сөзсіз. Бар саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған Құрманғали әкеміз 1983 жылы Диар орта мектебіне оқу ісінің меңгерушісі болып тағайындалды. 1990 жылы сол мектептің директоры болып, білім ордасының оқу материалдық базасын жақсартуға, оқу сапасын арттыруға, шығармашылығын өрістетуге үлес қосты. Басшылық қызметі 90 жылдардағы тоқыраумен бетпе-бет келгенде азаматтың көтерер жүгі 2 есе артты. Ауыл тұрғындарының тұрақтылығын сақтап қалу үшін бар мүмкіндікті пайдаланды. Мектептің өзін-өзі қаржыландыру көздерін тауып, оқу орнын отынмен, жарықпен, оқу көрнекі құралдармен қамтамасыз етті. Мектептегі әр бала үшін алаңдап, сабақтан қалмауына жағдай жасады, қолдау көрсетіп отырды. Ауыл тұрғындарына электр жарығы мен телевизия хабарларын таратып, өз үйінің бір бөлмесін телевизия бөлмесі қылып қойғандығын ел әлі күнге дейін аңыз ғып айтып жүр. Ауылдағы барлық нысан жекешелендіруге өтіп жатқанда, ауыл клубын өз қаржысына сатып алып қалды. Оған 10 жыл сырттай бас көз болып жүріп, ел тұрмысы жақсарып, мәдениет қайта қолға алынғанда меншігім деген жоқ, ел игілігіне пайдалануға бере салды. Мұндай әрекет ел үшін туған азаматтың ғана қолынан келетіні хақ. 90 жылдардағы экономикалық дағдарысқа орай ауыл халқының үдере көшуіне өзінің атымтай жомарттығымен тосқауыл болғанды. Елінің сүйенеріне айналған сүйікті азаматы 2005 жылы ел тізгінін қолға алып, елді мекеннің көркеюіне өз үлесін қоса білді. Миялы Диар ауылдарына жоғары кернеулі электр желісі қосылып, пайдалануға берілді. Су тұщыту қондырғысын орнатып, халықтың жағдайын жасауға бар күшін салды. Миялы ауылында 50 орындық балабақша ашылды. Ауылды толық қамтитын телефон қондырғылары орнатылды. 2012 жылы ауыл шаруашылығына ден қойып, ірі қаралардың тұқымын асылдандыру ісін қолға алды. Соңғы 3 жылда округтегі шаруа қожалықтары бірнеше техникалармен толықтырылды. Ауылдағы бой көтерген сауда орындары, шаштараз, тігінші сияқты кәсіпкерлер жылдан жылға көбейіп, халыққа қызмет етуде. Ол ешқашан марапатқа, мақтауға, мадақтауға мұқтаж болған емес, және соларға қайтсем де қол жеткіземін деп жанын салғанда жоқ. Топ жарған, толысып есейген шағында іскерде білімді маман, беделді де талапшыл басшы болған, оны атақ та, мансап та, даңқ та өздері іздеп тапты. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі 2001 жылы ауданның жыл адам атанды. Қазақстан Республикасының 20 жылдығына және 30 жылдығына арналған медальдар мен Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына, Байғанин ауданының 90 жылдығына арналған медальдар ел үшін еткен еңбектің дәлелі болып кеудесінде жарқырайды. Аудандық, облыстық,
республикалық құрмет грамоталарымен марапатталды. Есімі энциклопедиялық жинаққа енді. Баспасөз бетінде жарияланған мақалаларда шек жоқ. Ел сыйлаған ардақты азамат, отаны мен отбасын сүйген Құрманғали әке, жары мен 4 ұлдан 2 қыздан 14 немере сүйген бақытты ата. 6 баласы да әке жолын жалғаған, еңбек жолын педагогика саласына арнаған мамандар. Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағы мен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына, алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкелердің арқасында. Әкешім, жүреміз біз бір өзіңді арқаланып, жетеді жақсысың жұрт тамсанарлық. 100-ге жет, жүзің жарқын, денің сау боп, оны да аман есен қарсы алалық. Деп балалары бүгінгі 70 жасқа толып отырған әкені мерейтойымен құттықтайды.